Қалбаттау Майқапшағай тас жолында құрылысы қайта жанданды. Бүгінде жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Республикалық маңызы бар автожолдардың ұлттық операторы Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы. Құрылыс жұмыстары мен оның сапасын көру мақсатында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің вице-министрі Алмас Ыдырысов арнайы келді. Толығырақ сюжетте. Қалбаттау Майқапшағай тас жолының құрылысы 5 жыл бұрын басталғанымен бірнеше жыл бойы тұралап қалған болатын. 2020 жылы басталған пандемия сала жұмысына кері әсерін тигізген. Биыл барлық жоспарлар сараланып, жолдың құрылысы қайта жанданды. Негізгі себебі пандемия болды, бірақ сол құрамында болған қазақ компаниялары да сол пандемиядан кейін қайтадан жандана алмай, сол себепті пандемиядан келгенгі уақытта да тоқтап қалды. Сонан кейін осы біз жарты жылдың ішінде құжаттама жұмыстарын жүргізіп, қайтадан жұмысты жандандырдық. Осы өзіңіз көріп тұрғандай, жарты айдың көлемінде жұмыс жанданып жатыр. Өңірімізге келген вице-министр мен Қазавтожол ұлттық компаниясының төрағасы Көкпекті ауданының тұрғындарымен кездесті. Жиын барысында жұртшылық біраз жылдар бойы қордаланған жұмыстардың қайта жанданғанына ризашылықтарын білдірді. Сонымен қатар тұрғындар вице-министрге өздерін алаңдатқан сұрақтарын қойып, тиісінше жауап алды. Бізде проблема Көкпекті мен Тассайдың екі ортасы өте қиын. Үлкен адамдар ауылдан осы Көкпектіге келеміз, больницаға қаралады. Осы жолдың нашарлығына байланысты таксистар бағаны көтеріп жіберді. Бензин көтерілсе, жолдың екі ортаға жүретін жолдың ақшасы көтеріледі. Надо объездную дорогу в порядок привести в кратчайшие сроки за 2-3 дня. Во главе там стройтехник Зелимхан. Это же ваш участок Тассай. Полностью примите, вот вся техника у вас в Көкпекте сейчас стоит, я вижу. Передислоцируйте грейдера все это и примите меры. В течение 3 дней приведите в порядок. Республикалық маңызы бар автожолдың құрылысының мердігері қытайлық Синсин компаниясы. Қазір жол жөндеу жұмыстарына 300 арнайы техника мен 400-ден астам адам жұмылдырылған. Айта кетерлігі, жұмысшылардың 90% жергілікті тұрғындар екен. Жұмысты бастамас бұрын олар техникалық мамандықтар бойынша курстан өткен. Өткен аптада Талдықорған Қалбаттау Өскемен тас жолына асфальт төселе басталды. Аталған жолдың ұзындығы 768 шақырымды құрайды. Ол 16 учаскеден тұрады. Мал айдайтын өткелдер мен су өткізетін құбырларды орнату жұмыстары 81%, ал көпірлерді орнату бойынша жұмыстар 63%-ға аяқталды. Жол Шығыс Қазақстан, Абай және Жетісу облыстары арқылы өтеді. Данный участок дороги находится на особом контроле у министерства. Бұл участке министрліктің ерекше бақылауында. Сондықтан алғашқы сапарымды жаңадан құрылған облыстан бастадым, яғни Абай облысынан. Қазір облыста жолдың осы учаскесін аяқтау мәселесі өзекті. Жалпы бұл Абай облысы бойынша жолдардың барлығына қатысты. Сондықтан біз аралап жөндеу жұмыстарын танысып шықтық. Айта кетерлігі, қытайлық компанияның офисі Нұр-Сұлтан қаласынан облысымыздағы Көкпекті ауданына көшірілмек. Бұл маңызды шешім мердігерлердің жұмысты қатаң бақылауда ұстау үшін қабылданған. Ал жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тас жол 2 жолақты болады және 2 техникалық санатқа сәйкес келеді. Барлық жөндеу жұмыстарын 2023 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.